Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Семинарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін өздеріңізге белгілі теориялық бөлім болды. Майра апай арқылы, ағай Дидар ағай арқылы практикалық жұмыс жасадық. Енді біздің семинарымызды әрі қарай әдістемелік бөлім, әдістемелік қолдау бөлімі деп қабылдасаңыздар болады. Бүгін сіздермен мен Беспосын Нағиша Қожақызы, нөмірі 10-шы Қызылорда білім инновация лицей-интернатының мұғалімі. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылардың қабілеттерін ескеру жолдары. Мана алғы сөзде Дархан мырза былай деді: жеке баламен қарым-қатынастың түрін анықтау қашықтықтан оқытуда маңызды деп. Өте дәл айтты деп ойлаймын. Сондықтан да қазір біз осы балалардың жеке қабілеттерін қалай ескерудің жолы бар, қандай жолдары бар, қандай мүмкіндіктері бар деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Алдымен сіздерге алтын ереже ұсынбақпын. Бүгінгі берілетін мәліметті, ақпаратты жақсылап тыңдасаңыздар, мүмкіндік болса түртіп алып, жазып алып отырсаңыздар. Себебі қазір соңында өздеріңізге қажет болады. Және өмірде де алдағы уақытта тәжірибеде керек болады. Екінші, микрофон бәрімізде сөйлеулі. Сөйлегісі келген қатысушы қолын көтерсе, сол кезде өздеріңіз микрофонды атын айтқан кезде ашсаңыздар. Төртінші, ең маңыздысы бір-бірімізге деген қолдау, белсенділік, сүйіспеншілікпен, жақсы көңіл күймен осы сабағымызды бастасақ деген ұсынысым бар. Сонымен іске сәт, зейініміз ашылсын. Алдымен тақырыпқа аңдатпа ретінде мынадай бір оқиға ұсынбақпын. Сіздер жақсылап тыңдаңыздар, өйткені қазір осыған байланысты кейбір қатысушының пікірін тыңдайтын боламын. Бір ана бастауышта оқитын баласының қарапайым ғана арифметикалық есептерді ойшан шығара алмайтынына қатты қиналып, тәжірибелі мұғалімге келіпті. Менің балам 2-ге 2-ні ойшан қоса алмайды. Тіптен столдың үстіне 2 алма қойып, оның қасына тағы 2 алма қойып, барлығын еш алма болды десе, қиналады жауап беруге дейді. Сол кезде мұғалім тыңдап алады да жақсылап, балаға қарап: балам, алдыңдағы тастан 2 рет секірші депті. Бала 2 рет секіріпті. Тағы 2 рет секірші депті. Бала тағы 2 рет секіріпті. Барлығы неше рет секірдің десе, бала бірден 4 рет деп жауап беріпті. Анасы таң қалыпты. Қалай ойлайсыздар? Бұл қалай болды? Неге анасы айтқан кезде 2-ге 2-ні бала қоса алмады, ал мұғалім айтқан кезде бірден қосты? Қандай қорытынды айтар едіңіздер? Осы жерде сіздердің маған белсенділіктеріңіз керек, айтып жіберсеңіздер, кім кішкене осыған байланысты, осы оқиғаға байланысты өзінің ойын. Айша ханым, бірінші сіз көріндіңіз көзіме. Микрофоныңызды қоссаңыз. Баланың ой өрісіне жақын нәрсемен жұмыс жасады ғой мұғалім. Яғни балаға ойын арқылы көрсетті. Балаға жақын сол дүние. Рахмет, Ақсәуле ханым. Тағы да кім? Әр балаға әртүрлі жаңағы әдіс тәсілі қажет. Подход. Рахмет. Алматы білім деп тұр, атыңыз көрінбей тұр, кешіріңіз. Меруерт. Меруерт. Рахмет, дұрыс айтасыз. Өзіне, соған жеке өзіне тән бір қарым-қатынас жасады балаға, солай емес пе? Яғни белгілі бір баланың мүмкіндігін пайдаланып деуге келісесіз ғой? баланың ерекшелігін аңғарды ғой мұғалім. Жақсы, рахмет. Бұл туралы тағы да жоғары қазір айтатын боламыз әрі қарай. Енді бүгінгі тақырыбымыздың кіріспесі. Көз алдарыңызда сурет тұр. Осы жерде енді әртүрлі деңгейдегі баланың орнына, мына жерде аң, құс, жануар, балық, әртүрлі деңгейлері әртүрлі. Соған тренер былай депті дейді: бағалау өте әділ болу үшін барлығыңа тапсырма бірдей беріледі. Мына алдарыңызда тұрған ағаштың басына өрмелеп шығуларың керек дейді. Қалай ойлайсыздар? Бағалау осы жерде әділ бола ма? Жоқ, өйткені ана құстар ұшады ғой, өрмелемейді ғой. Дұрыс Балық айтасыз. өрмелей алмайды, ол суда жүреді.
мысалы. Ол жерде Олардың мүмкіндіктері әртүрлі ғой. Соны ескері. Ақсәуле, Ақбөпе, үлкен рахмет сіздерге, апайлар, қолдауларыңызға, белсенділіктеріңізге. Солай өзі, бұл қарапайым мысал ғой енді. Шынымен де, бала да сондай. Алдымызда отырған балалардың әрқайсының мүмкіндігі, қабылдауы, қабілет қарымы әртүрлі. Бірақ біз көбінесе тапсырманы бірдей қылып беріп жатамыз. Солай ғой, келісесіздер ғой. Олар кейде бір ерекше осы тапсырманы орындай алатын балалардың тез орындағанына қарап, кейбір балалар өзін қорсанап қалуы мүмкін. Мен сонда одан төмен екенмін ғой деп. Сондықтан да осы тұста Альберт Эйнштейннің мына бір сөзі әдемі келетін сияқты. Біз бәріміз данышпанбыз. Бірақ балықты оның ағашқа өрмелеу қабілетімен бағаласаңыз, ол бар өмірін өзін ақымақ санаумен өткізеді дейді. Рас қой? Сондықтан да балаларымыз өзінің бір қырын ашып алу үшін көптеген модельдер, әдіс тәсілдер бар. Соның біреуін ғана мен сіздерге бүгін ұсынбақпын. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мазмұнында варк деген модельді ұсынбақпыз. Осы модельге байланысты стильдердің ерекшеліктері және сол стильге сәйкес ұсыныстар, қашықтан оқытуға байланысты өзіміз қолданған тиімді ресурстар мен әдіс тәсілдерді ұсынамыз және бүгінгі сабақтың қорытындысын жасайтын боламыз. Сабақ мазмұнымен барлықтарыңыз келіседі ғой деп ойлаймын. Мана айтып кеткендей, осы балалардың жеке қабілеттерін қалай қолданып сабақ өтуге болады деген кезде көптеген мұғалімдер, психологтар, зерттеушілер, ғалымдар әртүрлі модельдер, тәсілдер, әдістер, жаттығулар, тіптен теориялар ұсынған. Соның ішінде 20 ғасырдың 80-ші жылдары, құрметті әріптестер, мен кейбір даталарды, кейбір фамилияларды айтқан кезде осындай логикалық екпін салсам, байқап отырыңыздар, түртіп алыңыздар, керек болады сабақтың соңында. 20 ғасырдың 80-ші жылдарында Уэлтер Бак деп ұсынылатын модель ұсынған екен. Соны 1987 жылы Зеландияның мұғалімі, көп жыл мұғалім болған Нел Флеминг дамытып варк деген модель ұсыныпты. Ол 4 әріптен қысқарған модельді ұсынған екен. Бұл модель көптеген мұғалімдердің, оқушылардың, жалпы ата-аналардың тарапынан үлкен сұранысқа ие болған модель екен. Сондықтан да көп модельдің ішінен бүгін осыны балалардың жеке қабілетін дамыту үшін оқытуда осы модельді ұсынуды мен де жөн санадым сіздерге. Бұл жердегі өздеріңіз білетіндей В ол визуалдар, А аудиалдар, Р рейт, яғни жазу, оқу, бір нәрсеге көбінесе бұны логикаға сүйену дейді. Бұл осы қабілет дамығандарды дигиталдар деп атап кеткен кейін. Және кинестеттер. Осы төртеуі бойынша әрине бір адамда бұның төртеуі де болуы мүмкін, бірақ біреуі басымдау болады. Өзімізде де сондай. Мысалы, бір мектептің 14 пен 16 жастағы оқушыларын зерттеу жүргізіп көріпті соларға. Сол кезде 59% визуал екен. Сол сұраған оқушылардың ішінде. 31% аудиалдар болыпты. Ал кинестеттер мен дигиталдардың үлес салмағы 5% болыпты. Сонда байқап отқандарыңыздай, визуал көп екен деп біз тапсырманы визуалдарға лайықтап берсеңіз, ана 5% дигиталдар мен кинестеттер өздерін бір түрлі қорсанап, ақымақ санап қалуы мүмкін. Сондықтан да олардың да мүмкіндігін, қызығушылығын қолдануды, пайдалануды сіздерге ұсынар едім. Ол үшін не істейміз? Мен қазір сіздерге осы 4 стильдің де балаларына, жалпы сол стильдегі адамдардың ерекшелігіне, олардың ұстанымдарына тоқталамын. Сіздер ойланып отырсаңыздар, өздеріңізде қайсысы басым? Және мүмкін болса, өздеріңіздің қай стиль басым екенін чатқа жазып отыруларыңызды сұраймын. Ал чаттағы жұмыспен Гүлайым апай, барсыз ғой? Иә. Чаттағы жазбамен сіз жұмыс істей бересіз, мен сізден 4-5 слайдтан кейін сол бойынша сұрайтын боламын. Рахмет сізге. Жақсы. Сонымен, визуалдар, олар
көзбен жақсы қабылдайтындар, сол арқылы жақсы есте сақтап қалатындар. Бізде айтады ғой, суретке түсіріп алғандай бір нәрсені көрген кезде деп. Сондай адамдар, визуалдар, олар 100 рет естігеннен 1 рет көрген артық деген ұстаныммен жүреді екен. Олардың қандай ерекшелігі бар? Оларда ұзақ мерзімді жады. Бір көргенін көпке дейін ұмытпайды. Қолданатын сөздері олардың: менің ойымша, көз алдымда, елестетемін, әдемі, жақсы көремін деген сөздерді айтады. Және оларда қол жестикуляциясы дамыған. Мысалы, мен өзімде де көбінесе осы зерттеуде қарап отырып, менде сөйлеген кезде қолым қосыла сөйлейді деп, байқап отырсыздар ма, көріне ма білмеймін, қол жестикуляциясы бар. Менде сонда визуалдық басым екен деген өзімде ойға келдім. Сіздер де солай өздеріңізді қарап отырыңыздар. Олар жылдам оқуға қабілетті, уақыт пен кеңістікті қажет етеді. Олар бейнемен, суретпен, графиктермен, схемалармен жұмыс істегенді жақсы көреді және ұсақ бөлшектерге назар аударады. Және бір қызығы осы визуалдардың, олардың бағдары мықты екен. Бір көрген жерін адаспайды дейді. Сол жерде ориентир деп айтады ғой, сондай нәрсе бұл визуалдарда өте мықты дамыған. Енді мұғалімге ұсыныс. Сіздің балаларыңыз, сіз енді балаларыңызға әртүрлі еркін тапсырмалар беріп, осылардың қайсысын көбірек орындаса, өзінің қалауы бойынша, демек, мына балалар визуал екен ғой деп әр сыныптан белгілеп қоюларыңызға болады. Немесе зерттеп жүргізулеріңізге болады, сауалнама арқылы әртүрлі, оның жолдары көп, тағы да айтатын боламыз. Бейне сабақтар ұсынсаңыздар болады визуалдарға, видеороликтер. Олар электронды оқулықпен жұмыс жасаған жақсы көреді. Субтитр бар, фильмдерді көрген жақсы көреді. Скриншоттар жасайды, фотошоп жасатуға болады оларға. Және флеш-карт орнатып телефонға анимациялық фильмдерді жасаса, олар рахаттанады содан. Олар содан жетістікке жетеді деген секілді. Ал аудиалдар, олар көшбасшылықтың кілті жақсы сөйлегендердің қолында деген ұранмен жүреді. Олар тыңдаған жақсы көреді, сөйлеген жақсы көреді демек. Бұл бізде бар, визуал мен аудиал мұғалімдерде де көбірек болады деп ойлаймын. Бірақ олар баяу оқиды. Оққанды онша жақсы көрмейді оқу тапсырмаларын. Олар сөз еркіндігін жақсы көреді. Мұқият тыңдап алады бірінші. Біздің байқасаңыздар, бұрынғы әріптестеріміз бар ғой, оқушылар кезінде былай деп айтатын еді ғой, мұғалімнің айтқанын бүгін жақсылап тыңдап аламда, ертең кітаптың бетін ашпай, ертеңіне өзіне мұғалім қалай айтса, үтір нүктесіне дейін түсінік айтқанда соны айтып беремін дейтін оқушылар бар. Солай емес пе? Болды ғой араларымызда. Мінекей солар аудиалдар. Олар талқылаумен пікірталасты жақсы көреді. Қолданатын сөздері тыңдаймын, айтамын, ұнатамын, естимін, талқылайық, сөйлесейік деген сөздерді жиі қолданады. Балаларыңызды тыңдап отырыңыздар. Олар сөйлеген кезде бүгінгі мен ұсынған сөздердің қайсысын бір рет болса да қолданды. Демек сол стильге қарай басымдық бар екен ғой деген сияқты. Олар диалог құруға икемді. Бір нәрсені қайтадан сұрап алған жақсы көреді, нақтылайды. Осылай ма деп, дұрыс түсіндім бе деген сияқты. Музыка сөздерді жақсы есте сақтайды. Дауыс, дыбыс, әуен, тембр тазалығы тән оларға. Күрделі графиктерді, диаграммаларды шешкісі келмейді. Оларға сөз жұмбақ бермей ақ қойыңыздар. Сөз жұмбақ мысалы жасау деп айтамыз ғой, аудиалдар ол кезде ұнжырғалары түсіп кетуі мүмкін, ұнатпай. Олар не? Ортақ чатта сөйлескен жақсы көреді. Teach to learn дейді, яғни сол біреулерге түсіндірсе берілген нәрсені, содан рахаттанады олар. Олар аудио кітаптар мен аудио жазбаларды тыңдайды. Сондықтан белгілі бір материалды оларға ақпаратты берген кезде, мәтінді берген кезде тыңдап айтыңдар десе, олар тыңдалымның кезінде жанып кетеді. Бұл аудиалдары басым балалар. Онлайн сөздіктермен жұмыс істейді. Видео күнделік жүргізеді. Соны ұнатады олар. Және аудио курстарға қатысқанды жақсы көреді. Ал кинестеттер, олар қозғалыс, бұл өмір деген ұранмен өмір сүреді. Яғни қозғалған жақсы көреді олар. Ақпаратты олар сезіну, жанасу, әрекет, қозғалыс арқылы алады. Әрекетті тәжірибелік жаттығуларды жақсы есте сақтайды. Олар эксперимент жасаса, мысалы әсіресе физика, химия, биологияларда лабораториялық жұмыстар болады ғой, сол кезде кинестеттер осы сабақтарды жақсы көріп, өйткені олар қозғалады, сол сабақтарда жасап көреді. Олар сол арқылы көп мағлұмат, ақпарат ала алады.
бірақ олардың назарын шоғырландыру қиын, алаңдап кетеді жан жаққа. Бір 10-15 минут тыңдауы мүмкін, шамалдан кейін бір нәрсені қозғап, бір нәрсені жасап көріп, сол айтып жатқаныңызды қайталап, әйтеуір қозғалысқа түседі. Оларға шынайы мысал, нақты оқиға солар ұнайды. Қолданатын сөздері байқадым, жасадым, ыңғайлы, қызықты деген сөздерді қолданады. Оларда тактильді жады, яғни терімен сезінеді олар. Сол арқылы ұстап көрсе, жасап көрсе, оның есінде көп уақытқа дейін қалып қояды. Енді оларға не ұсынамыз? Электронды энциклопедиялар ұсыныңыздар. YouTube каналынан әртүрлі бір қозғалыстағы видеоларды жасауды, қайталауды ұсыныңыздар. Олар үй жағдайында ресурсқа қолжетімділік жағдайын өте жақсы көреді. Еркін қозғалып, арасында үзіліс жасап алып, олар ұзақ мәтіндер бар ғой, үлкен тақырыптағы әңгімелер, соларды бәрін оқуға ұнатпайды. Оларға кішкене ғана бөлімдерді бөліп, бірнеше бөлім, егер де кеңестеттер болатын болса, мына бөлімді оқып, сол жердің түсінігін айт, немесе соған байланысты бір оқиға құрастыр десеңіз, олар өте нәтижелі орындайтын болады. Олар ата-ананың көмегіне жүгінгенді жақсы көреді екен. Брунер деген зерттеуші осы жалпы ақпаратты қабылдауда 10% ғана есту арқылы адам қабылдайды дейді. Ал оқу арқылы 30% қабылдайды екен. Ал егер де көріп және жасаса адам, кез келген адам, ол мүмкін визуал болуы да мүмкін, ол жасап көрсе, оны 70% есте сақтайды екен. Ал енді төртінші бұл енді академиялық бір күрделі стильдегі адамдар деуге болады, олар дегеталдар. Олар негіз дәлел болмаса, ол жоқ нәрсе деген ұстаныммен жүреді екен. Олар ең басты бұның мықты үлгісі Шерлок Холмсты айтуға болады. Нағыз дегетал деп. Олар логикаға сүйенеді, бір нәрсені айтса, міндетті түрде оны зерттеп көрмейінше, өзінің көзі жетпейінше, оған нақты сене қоймайды ол. Олар көп оқиды, ойға, логикаға сүйенеді, қолданатын сөздері білемін, жазамын, дәлелдеймін, логикаға сүйенетін болсақ, мен осылай ойлаймын деп сөйлейді. Қазіргі балалар, қазіргі Z кезеңінің балалары деп атамыз ғой, осылар дегеталдар көп сияқты меніңше. Олар өзінің пікірін біреуге таңып, өзі зерттеп көріп, сондай жасағанды өте ұнатады біздің кезімізге қарағанда. Олар функционалдық сауаттылықпен мазмұнға ие. Бірақ көбінесе дауыстары монотонды, бір қалыпты болып келетіні. Байқайсыздар ма, гаджеттермен, ұялы телефонмен отыратын балалар көбінесе бір қалыпты ғана сөйлейді. Дауысын онша құлатпайды. Олар ашық емес, көпшіл емес, көбінесе тұйық болып келеді, ұяң болып келеді. Көп нәрсені біледі, бірақ сұрамасам айта қоймайды. Бұл дегеталдар. Оларға ақпаратты құрастыру, ретімен орналастыру ұнайды. Бірден көп ақпаратты қабылдап алады олар. Ойлануға уақыт қажет және зерттеп көруге уақыт қажет болады. Олар мықты стратег, барлық нәрсені детальды түрде қарастырғанын жақсы көреді. Ал осы балаларға қандай нәрсе керек? Оларға уақыт керек, уақыт беру керек, кез келген тапсырма бірден орындауға қиналады. Өйткені олар ойлану керек, зерттеу керек, жасап көру керек, логикаға салу керек. Екінші кеңістік керек. Үшінші аудио кітаппен, 3D кітап, 3D энциклопедиялармен жұмыс істеу керек. Оларға лонгрид тәсіліндегі тапсырмаларды берсеңіздер болады. Лонгрид тәсілін қазір мен төменде айтатын боламын сіздерге. Сонымен, ал енді стильдеріңізді анықтаған шығарсыздар. Гүлайым, қалай болып жатыр? Маған айтсаңыз. Енді апай, 4 стильдің. 4 стильдің көбінесе біздің мұғалімдеріміз, өздері атсалысқан әріптестеріміздің көбісі визуалды екен. Визуалдар. Мысалға, айтыңызшы, алғашқы мен визуал. Маржан апай, Мұратова атын білмедім, Досбол ағай, Гүлнұр апай, Ақсәуле апай, Дидар ағай, Гүлжайна апай, Меруерт апай, Анар апай, Базаргүл апай, Сангүл апай, Айғаным апай, Құлпынай апай, Рысқұл апай. Рахмет, Гүлайым. Ал бізде аудиалды сұрақтан адам шықты. Гүлайым апай, осының ішінен мен кімнен сұрағым келіп тұр? Базаргүл апайдан сұрайыншы, визуалдардан. Базаргүл апай, микрофоныңызды қосыңызшы. Бар ма Базаргүл апай?
болу керек, Базаркүл апай барды. Немесе Айсәуле апай, осы визуалдарда балаларға қандай қиындық тууы мүмкін қашықтан оқытуда? Визуалымыз дегендер. Айтыңызшы. Қандай қиындық? Ақсәуле? Мен ба? Айсәуле дегенде бар шығар, может деп отқаным ғой. Қашықтан оқыған кезде оларға қандай қиындықтар тууы мүмкін дейсіз ба? Иә, визуалдарға. Енді олар жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, мысалы визуалдар бізде Көзбен бірге қабылдап көзбен көріп, сосын жаңағы сөйлеген кезде, ойын айтқан кезде, қолдарымызды қимылдап деген кезде сияқты, соның бәрін бір еркін істей алмайтын сияқты маған олар. Жарайды. Ал рахмет, Ақсәуле. Бірақ менің өзімде дигитал болды. Неге десеңіз? Дигитал болдыңыз ба? Дигиталда белгілей аламын, өйткені менде сол жақтарда бар. Яғни көп логикаға сүйенем, шынымен де. Сосын жаңа көп оқимын әрине. Сосын айтқанда айтам, ойланайын, мынаны біраз уақыт керек деген сияқты нәрселерді мен мысалы өзім көп қолданамын. Рахмет. Сіздерге дигиталдарға не қиындық болады осы қашықтан оқытуда? Жаңағы уақыт керек болады шынымен де. Біраз оны нақты нәрсе шығару үшін, нақты шешімді бір дұрыс нәрсені айту үшін, ол кезде оған көп ізденуге, ол жаңағыдай бірден жаңағы неді, дәлелденбеген нәрсені айтқымыз келмей тұрасыз да. Керемет айттыңыз. Рахмет. Гүлайым, аудиалдар кім екен? Гүлайым, даусыңыз естіліп атқан жоқ? Қазір аудиалдар белгілегенде Азат ағай белгілепті, Ақерке апай белгілепті, Гүлназ апай белгілепті. Осылардың ішінен кім? Азат ағай дигиталды қосып белгілепті. Азат ағай бар ма? Азат ағай, микрофоныңыз қосасыз ба? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіз аудиалдарға не қиындық тууы мүмкін деп ойлайсыз? Осы қашықтан оқытуда? Меніңше айтушының даусының тембрі, бәлкім өзіне деген сенімсіздігі, деген сөздер көп қосуы, адамның сабаққа деген ынтасын түсіріп жүруі мүмкін, немесе монотонды сөйлеуі адамның ұйқысын әкелуі мүмкін деген сияқты ойлар бар. Сіз енді аудиалсыз ғой, мен сөйлеп отырмын әзірге. Шамалы енді таныстырылымда бар, негізінен сөйлеп отырмын. Қабылдай алып отырсыз ба? Мен қабылдап отқаннан кейін сізді күліп отырмын, сабақтан айтып өтіп жатыр. Негізінен бірақ дигитал және аудиалдың екеуін бірге сияқты негізі. Рахмет, Азат ағай. Гүлайым апай, кеңестет бар ма екен сізде? Ешқандай жоқ кеңестет. Кеңестет жоқ па? Қарайын, соңғысында да жоқ. Айдана апай белгілепті. Гуманитариялық адамдарымыз ғой. Кеңестеттер бағанағы физиктер, биологтар, химиктер солар болады ғой. Олар өйткені тәжірибені көп жасайды ғой. Ғазиз апай қол көтеріп атсыз ғой. Айдана апай. Айдана апай, кеңестет. Айта қойыңыз. Айдана апай барсыз ба? Бармын. Айдана апай. Кеңестет екенсіз. Балаларға не қиындық болады осы қашықтан оқытуда? Кеңестет балаларға. Қиындық болады, егер сабақ қызық болмаса, бір мысалмен келтірмесе, өмірдегі оқиғалармен келтірмесе, қызық болмайтын сияқты. Сол сабақты меңгеру немесе оны тыңдау оларға қиын болатын сияқты. Сол үшін осындай қиындықтар деп ойлаймын. Рахмет, Айдан апай. Шынымен де бала бар ғой, оқиғаның басындағы, сол бала кеңестет қой. Ол қозғалыс арқылы тапсырма беріп еді, ол орындап шықты, бірден сарт еткізді. Байқадыңыздар ма? Сондықтан да біз әр балаға не қиын болады, не оларды осы қашықтан оқытуда қандай мүмкіндігі бар деген нәрсені ескере отырып оқу тапсырмасын берсеңіздер. Тағы да айтып кетейін, осы қашықтан оқыту барысында бұрын үй жұмысы, үй тапсырмасы деген сөз айтатын едік қой. Енді оны оқу тапсырмасы дегенге ауыстырамыз.
Енді ертең сіздер тапсырма беріп жатқан кезде оқу тапсырмасы деп берсеңіздер, және оқу тапсырмасын көбінесе бірнеше тапсырма, немесе қалауларымен еркін орындайтын тапсырма, немесе осы тапсырманы орындағысы келмегендер орындамай-ақ қойыңыздар деңіздерші. Бір күн тек визуалға арналған тапсырма беріңіз де, сол кезде кімдер орындады? Осы балалар визуал екен ғой деп біліп аласыз. Қалған аудиалық кинестеттер рахат бізге тапсырма берген жоқ, онша ұнамайды бұл тапсырма деген сияқты солай жасайды. Түсінікті ғой? Ал енді қашықтан оқыту жағдайында осы қиындықтармен қатар мүмкіндіктер бар. Келісесіздер ғой? Ендеше қандай мүмкіндік бар екен? Мысалға, визуалдарға жақсы мүмкіндік бар. Қашықтан оқыту кезде визуалдарға біз өйткені әр сабағымызда оларға бейнефильмдер беріп жүрміз, солай емес пе, иә? Көбінесе бейнефильмді жүктеп қоямыз. Немесе таныстырылымды да дыбыспен беріп қоямыз, таныстырылым беріп қоямыз. Бәрін көзбен көреді. Визуалдарда үлкен мүмкіндік бар. Олар осы беріп жатқан тапсырманы 100% орындап отырады. Аудиалдарда сондай, олар құлақпен тыңдайды. Біз мысалға ортақ чаттарымызда ауызша айтамыз, тыңдайды. Кейбір нәрселерді біз мына түсіндірген кезде де ауызша айтып жазып жібереміз. Мінекей, сондықтан да аудиалдарға да жақсы мүмкіндік бар. Сол сияқты кинестеттерге үлкен мүмкіндік бар. Себебі кинестеттер еркін қозғалыс жақсы өтеді ғой. Мектептегідей олар 40 минут бойы қақиып отырмайды, шамалдан кейін қозғалысқа түсуі мүмкін. Олар ана тапсырманы орындап отырып, барып шайын ішіп келеді, қозғалып, әрмен қарай соны жасап көреді деген сияқты. Оларда уақыт та бар, кеңістік те бар. Солай емес пе? Сондықтан да кинестеттерге егерде уақыт берсеңіздер осы тапсырманы орындауға деп, онда олардың да тапсырманы өте жоғарғы деңгейде орындап шығуына үлкен мүмкіндігі бар екен. Ал дигиталдарға да бұрынғыдай біз сабақтың үстіне 40 минуттың ішінде міне осы тапсырманы орындап бол демейміз, біз бірнеше сағатқа беріп жатырмыз тапсырманы. Ертеңгі сабақта сұрайтын болғандықтан көбінесе олар соны зерттеп көріп, логикасына салып, бағана Ақсәуле айтпақшы, ол сол нәрсені әбден бірден жауап бермегенмен келесі сабақта бірінші болып қол көтеріп отыруы мүмкін сіздің тапсырмаларыңызды орындауға. Сондықтан да қашықтан оқыту барысында тек қиындық қана бар деп қабылдасаңыз, онда балаларға өзіңізде қиын болады ғой деп тапсырманы не жеңілдете бересіздер, немесе өзіңізді тартыншақтай бересіз. Олардың мүмкіндігін де пайдалануды, бағанағы айтқан ерекшеліктерін айттым ғой, жазып алдыңыздар, немесе осы таныстырылымды жүктейтін боламыз, сол кезде қарап алып, сол ерекшеліктермен тапсырма беріп отырсаңыз құба-құп болар еді. Ал енді тиімді ресурстар қашықтан оқыту барысындағы келесі бөлімімізге өтейік. Kahoot, оны бұрын мектепте ойнап жүрсіздер, оқытып жүрсіздер, бірақ ол кезде біз бетпе-бет келетін тұғынбыз. Бетпе-бет келіп, сол нені бір уақытта бастайтын тұғынбыз. Енді мен өзім 4-ші тоқсанда осы жиынтық бағалаудың алдында Kahoot'ты осы 1.90 өтілген материалдарым бойынша 90-дық жиынтық алдында бүкіл материалдарды жүктедім Kahoot'қа. Сол сілтемені беріп қойып, балалар білді, осы тақырыптардың төңірегінде келетін, осыған ұқсас тапсырма келетін, және ол 24 сағат бойы қатесімен жұмыс істеп, осыған дайындық ретінде, қазір бүгін сіздермен бүгінгі өтіп жатқан сабақ бойынша мен Kahoot'тың тапсырмасын қазір сіздерге орындататын боламын, практикалық түрде көретін боламыз. Сабақтардың барысында Jeopardy деп аталатын ойын бар, балалар өте қызығады, қозғалысқа түсетін болғасын, бір ар жағында бір нәрсе жасырын тұратын болғасын, осыны пайдалануыңызға болады. Және Forums Office.com, ClassTime, Quizlet деген сияқты түрлі, мен мына жерде ссылкаларын да беріп қойдым. Әсіресе Білімленд платформасын сіздерге ұсынар едім. Онда жаңағы сіздердің қай оқу стиліндегі тапсырма болса да бәрі де табылатын болады. Ал енді көп айтқаннан бір рет көрген артық дейді ғой қазақта. Сондықтан да бірнеше әдіс ұсынғым келеді. Тыңдағыларыңыз келе ме әдістерді? Иә, әдістерді. Әрине тыңдағымыз келеді. Рахмет. Сонымен тәжірибеден бір мысал әдістер алайық. Жалпы мына қашықтан оқытуда оқу үдерісін тиімді ұйымдастыру арқылы білім сапасы жоғары болу үшін кімнің белсенділігі жоғары болу керек? Алдымен. Әрине.
өте дұрыс айтасыз. Оқушының белсенділігі жоғары болу. Біз тапсырманы береміз, мұғалім бәрін дайындайды. Оқушы белсенді болмаса, ол бәрібір білім сапасына кері әсер етеді. Сондықтан да оқушының белсенділігін арттыру төңірегінде жұмыс істеу керек. Ол үшін сабақтарыңызды бастаған кезде ең бірінші нәрсе сол сабаққа назарды шоғырландыруды назарда ұстасаңыздар. Өйткені соның алдында ғана бір сабақ болды, немесе үйде отқасын әр нәрсеге алаңдайды. Сіздің сабағыңызға қарай шоғырлану үшін әр сабақтың басында бір нәрсені, мысалы, көңіл күйді көтеретін әзіл арқылы бастайсыз ба? Бәрі күліп жатса, мысалы, осындай Zoom арқылы жүргізіп жатқан кезде, басқа бала неге күліп жатыр екен деп, ана тыңдайды, бір нәрсе болып жатыр ма екен деп, несі ойы бөлініп отқан баланың. Мысалға, бүгін мен сіздердің назарларыңызды шоғырландыру үшін оқиғаны ұсындым. Қарапайым оқиғаны ұсындым. Сіздерге қазір және сұрақ қойылады дегесін, сіздер жақсылап тыңдап алдыңыздар. Не айтайын деп жатыр деп. Бұл да назарды шоғырландыруға жатады. Түрлі түсті материалдар ұсынсаңыздар, бірде ақ қарадан гөрі ойындармен бастасақ сабақтың басын. Сосын әр оқушының атын атап өтсаңыз, ол оқушы сол күні апай мені атады. 25 оқушының ішінде. Мысалға, мен дәл осы тұрған кезде Лаураны көріп отырмын, Айдананы көріп отырмын, сосын Гүлғасил депті, иә? Дұрыс па? Абылай, мінекей. Сол сіздердің аттарыңызды мұғалімнің бір атағанның өзі маған назар аударды деген сияқты. Өзінің де назары шоғырланады. Және интонацияларыңызды ауыстырып, өзгертіп, құбылтып сөйлесеңіздер, оған да назар кішкене шоғырланады. Сосын оқушы күтпеген жағдаяттар, ситуациялар ұсынсаңыздар. Және бір нені беріп, соңға дауыс бер деп бастасаңыздар, қайсысына көбірек кім дауыс береді екен деген сияқты. Және мұғалім кейде пакет жүрім ұсынса, соны балалардың бәрі қабылдаған болса, мұғалім олардың назары шоғырланбағанын бірден біледі. Мұғалім айтты ғой деп басын изеп отыра берсе, мұғалім қате айтты әдейі. Пакет жүрім ұсынған кезде бала елең етіп, мысалы, анау бір ненің кезінде, алғашқы кезде бірінші класстың баласы ананас дегенде мына жақтан шырылдады ғой, 3 буын ғой, 3 буын деп. Сонда ол бала мұқият тыңдап отыр деген сөз. Мүмкін мұғалім әдейі қате тұжырым жасаған шығар. Балалар тыңдап отыр ма екен, осының мен 2 буын деп айтып көрейінші деген сияқты. Соны бірақ артынша айту керек. Осы балалар тыңдап отыр екен. Мен әдейі сізге қате тұжырым беріп едім деген секілді. Және суреттер, жаңалықтармен бөлісу арқылы назарды шоғырландыруға болады. Енді қазір сіздер ортасына келіп қалдық қой, енді қазір практикалық бөліміміз болады. Сіздердің қаншалық назарларыңыз шоғырландырып тұр екен, мен сіздерге бір логикалық сұрақтар ұсынып көрейін. Қазір еркін микрофон, кім бірінші микрофонын ашып жауап берсе, соны қабылдаймын. Әйгерімнің әкесінде 3 қыз бар. Гүлсая, Жансая, және кім? Әйгерім. Дұрыс. Ақсымбат бірінші жауап бердіңіз, рахмет. Жаңбыр 2 күн жауы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Кім жауап беріп жатыр? Қаламқа, сіз ба? Айдана жауап береді. Айдана. Неге мүмкін емес, Айдана? 2 күннің ортасында түн бар. Керемет айттыңыз. Логикаңыз мықты дамыған, сіз де кеталсыз. Жаңбырлы күні кімнің шашы суланбайды? Шашы жоқ адамның. Шашы жоқ адам. Кімнің? Аз адамның басында шашы. Оны айтып берейін. Тағы да кімнің шашы? Шашы су адамның. Шашы су адам, онсыз да су дейсіз ғой, иә? Қол шатыры бар адамның. Кімнің? Қол шатыры бар адам. Қол шатыры бар. Немесе үйде отқан адамның, иә? Шашы деген сияқты. Жақсы. Рахмет, базарларыңыз шоғырланып екен. Енше әрі қарай жалғастырамын. Келсесіз ғой? Микрофондарыңызды еркін микрофон уақыты бітті. Жақсы. Сонымен енді микрофон сөндіреміз. Жақсы, рахмет. Мына жерде бір кейде үзіндіні сол сабақтың үстінде бір шумақты жаттап алу керек болған кезде аудиалдар мен визуалдарға және мына жер төменгі жағында кинестеттерге де беріп қойдым тапсырма, 3 тапсырма. Егер де өлең жолы жазылып тұрса, оны оқиды да визуалдар бірден суретке түсіріп алған сияқты есте сақтап қалады. Ал егер де мына жердегі нені бассаңыз,
десе сіздерге естілді ғой, иә? Бұл кезде дұрыс, жарайды. Естілмеді. Жақсы. Мына жерде жаңағы видеоның дауысы, мына бір шумақ өлеңді өзі оқып шықты. Мына зумның сондай ерекшелігі бар, кейде видеоның дыбысын естіртпеуі мүмкін. Келесі, мынандай қадам ұсынуға болады немесе осы өлеңді бірден жаттап алу үшін. Бірінші, жаңағы экранда тұрған сөзді немесе естіген сөзді суретке мимен айналдырыңыздар. Мимен айналдырыңыздар деңіз. Сосын сол суретті ойша видеоға айналдырыңыздар. Видеоны қайтадан сөзге айналдырыңыздар. Десеңіздер, дигиталдар, кинестеттер, мына мимен жұмыс істейтіндер әсіресе олар жақсы қабылдап, әрі қарай тез жаттап алуына оларға мүмкіндік жасайсыздар. Ал қысқаша мазмұн деген, бұны органайзер дигиталдарға берсеңіз, мына дайын органайзерді бересіз, сол жерге жазулар жазып қойылған, олар оқи отырып, осының үшін әңгіменің басында не болды, жазып толтырады, ортасында ше, соңында ше, қысқа жазылады, есінде қалып қояды олардың жазған нәрсе. Дигиталдарда өзіңіз білесіздер ғой, жазса, жазғанын оқыса, есінде қалып қояды. Неке, сондықтан да осындай әдісті берулеріңізге болады. Рөлдік ойын, бұл кинестеттер мен визуалдар үшін. Мысалға, өзіңіз мәтіннен өзіңіз қалаған үзіндіні алыңыз да, сол үзіндіні отбасыңызбен ойнап көріңіз деңіз. Бауырлармен ойнасын, ата-анасымен қосып, соны видеоға түсірсін. Қысқаша ғана. Оларға қызық болады. Әсіресе, кинестеттер қозғалысқа түскен үшін соған рахаттанып, кейін көпке дейін ұмытпай жүреді. Сол тақырыпта мен рөлге түсіріп, отбасымды түсіріп, осылай жасап едім, оны сыныбым күшті қабылдады деп сол әңгімені ұмытпай, кейін де бірнеше жыл айтып жүретініне сенімдімін. Келесі, рифмус әдісі, бұлар аудиалдар шешен болады деп айттық қой бағана, сөйлегенін жақсы көреді деп. Оларға бірнеше бірдей ұйқастарды беріп қойсаңыз, өзіңнің патриоттық сезіміңді осымен жеткіз десеңіз, олар жазып шығады бірден. Оларға қиын емес, осындай әдіс берсеңіздер болады. Ал эксперименттік тапсырма дигиталдар үшін кез келген бір эксперимент беріңізші, сол күнгі басқа сабаққа қатысты болсын. Мысалы, мынандай эксперимент ұсынып тұрмын мен. Қара түсті және ақ түсті ыдыстарға бірдей етіп су құйып, күннің көзіне қойыңыз. Олар қарап жүреді. Қайсысы бірінші қай ыдыстағы су тез жылыды, ысыды немесе жазды күн десе. Және олар қызық көреді, енді тапсырма мынандай, мүлде басқа тапсырма, менің сабағыма байланысты. Осы экспериментке сәйкес қызықты оқиға, әңгіме, ертегі құрастырып жазсеңізші. Олар өйткені олар қолмен жасап көрді. Соны бір әңгіме етіп жасауы мүмкін. Енді бағана айтқанмын, дигиталдарға лонгрид тәсілін ұсынсаңыздар болады деп. Қазіргі балалар осыны жақсы көреді. Мысалға, әлеуметтік желілерге жүктегенді жақсы көреді. Лонгрид бұл қызықты мәтін құрастыру. Мысалға, бүгінгі келген материал бойынша соған байланысты қысқаша жазады, соның суретін салып қояды. То есть сені түсірмейді, а экранды ғана видео. Сол сияқты. Микрофон сөндірсек? Сол сияқты. Сосын көрсетесің. Типа қазір. Маржан аудием сөйлеп кетті. Кешірім өтінем. Сонымен қатар дайын суреттерді қиып алып, астына соның қызықты мәтін жазудың құпияларымен мен сіздерге ғаламтордан алып жазып қойдым. Кейін оқып аласыздар деп ойлаймын. Қазір уақыт тығыз бәрін айтып жатуға. Суретті мозаика, мысалға бір оқыған әңгімесінен, немесе ақпараттан, содан бір пейзаждың мозаикасын құрастырып берді деп айтуыңызға болады. Немесе өзің қалаған материалдардан кейіпкерді жаса десеңіздер, ана суреттен көріп тұрған шығарсыздар, балалар әртүрлі қылып жасап, соны ұсынса, ол кейін сол кейіпкер есіне қалып қояды ғой, түр тұлғасы қандай болды, мінезі қандай болды, ол үнемі күліп жүре ма, әлде қабағын түйіп жүре ма, тұйық па, ашық па, ұяң ба деген сияқты. Мысалға, естемеспен Оразымбетті алса, солардың ерекшелігімен жасап шығуына болады деген сияқты. Осындай тапсырманы кинестеттер жақсы орындауы мүмкін.
Сол сияқты визуалдар үшін, мысалы, мына сөз жұмбақ, мен өзімнің 4-ші тоқсандағы сабағымдағы қолданған сөз жұмбақты алып отырмын. Мына жердегі берілген 8 сұрақ сол өлеңнің басындағы кіріспедегі не айтылғанды әрі ашады, әрі кім туралы екенін айтады. Мен енді сіздер оқып аласыздар, өйткені бәрін ашқан кезде мысалға Махамбет, Нарынқұм зауалы поэмасы бойынша екендігін, осылардың барлығын айтады да, және олар қызығып орындайды сабақтың барысында. Енді кейбір балалар уақытпен жұмыс істегенін жақсы көреді. Белгілі бір уақыт берсе, сол уақытпен санасып, уақытпен жарысып, тез кім істеп тастайды деген сияқты жұмыс жасап, сол кезде уақытты қойып, белгілі бір секундты. Мысалға, Кекілбаев кеңістігі деп бердік. Мына жерде 4 графа тұр. Соның қайсысы қай жанр деп айтсаңыз, сол уақытты жіберіп қоясыз. Уақыттың дыбысы шығып жатқан, оларға әсер етеді, тез айтуға тырысады. Уақыт бітті дейміз де, сонымен мынау бірінші бағандағылар повесть, екінші баған роман, үшінші баған аударма, төртінші баған деп айтып отырмын. Және артынан қарай дыбыстық тесттер деуіңізге болады. Сонымен, құрметті әріптестер, әлем өзгеріп жатыр. Біз соған ілесіп жатырмыз ба деген сұрақ туады. Бұрын біз, өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, мына 3 ортаны айтатын тұғымыз. Үнемі адамда отбасы, мектеп, қоғам, айдаладағы аула дейтін тұғымыз. Қазір визуалды орта үстемдік құрды. 4-ші орта пайда болып, және ол үстем орта. Балалар негізінен қазір тіптен қашықтан оқыту барысында бұрын қолына ұстатпайтын гаджеттердің бәрін қолдарына беріп қойдық. Сол емес пе? Енді осы үстемдік құрып жатыр. Сол виртуалды әлемде өмір сүріп жатқан балаларға мектеп ілесіп жатыр ма? Ілесу үшін мұғалім бірінші не істеу керек деген сұрақтарға үнемі жауап іздеп жүргеніміз абзал. Сондықтан да бүгінгі беріп отырған модель сіздер үшін соның бір ғана бөлігі. Бұндайлар өте көп. Дәл осымен ғана жұмыс істе, осы қатып қалған керемет модель деп айтудан аулақпыз, бірақ арасында осыны да пайдаланып, осы тапсырмаларды, осы стильдерге сүйене отырып жасап жатсаңыз, құба-құп болар еді, нұр үстіне нұр болар еді. Біздің мына беріп жатқан біліміміздің жоғарғы деңгейде қабылдануына, білім сапасының жоғарылауына үлкен көмегі тиетіні сөзсіз. Келісесіздер ғой? Мағжан Жұмабаев атамыз мұғалімнің шеберлігі өзі білген білімінің бәрін балаға тез білдіруде емес, еппен білдіруде деп айтқан екен. Шынымен де, мұғалім өзінің білгенінің бәрін тез білдіріп, соны тез қабылдаса екен деп жұмыс істемеу керек. Соның ретін тауып, ебін тауып, әр баланың тілін тауып, қабілетін анықтап, солардың мүмкіндігіне сәйкес жұмыс істесек, біздің балалардың білімге алмайтын қамалы қалмайтыны рас. Енді сіздерге мен әрі қарай бүгінгі алған білімімізді, бағана сабақтың басынан бері айтып жатқанымызды екінші бөлімге көшкім келіп тұр, байқаңыздар. Ұялы телефондарыңызға Kahoot бағдарламасын жүктеңіздер деген том. Қазір қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды алсаңыз, мен қазір Телеграмға да, өзіміздің ортақ чатқа да ссылка жіберем. Сол ссылканы бірінші тыңдап алыңыздар. Ссылканың үстін басасыздар. Сол кезде, Kahoot шыққан кезде, сол сілтемеден төменгі жақтан next деген тұрады. Мен ссылкамен көрсетіп қойдым. Сол next-ті басыңыздар. Содан кейін барып, сіздер enter nickname деген ссылкада тұр, көріп тұрсаңыздар. Соны басып, аттарыңызды, әркім өзінің атын жүктесе. Өйткені мектепті жүктедеуге бір мектептен бірнеше мұғаліміміз қатысып отыруы мүмкін, өйткені қазір 111 қатысушы бар осы жерде. Сондықтан атыңызды жазсаңыз, содан кейін барып submit деген ссылка тұр, соны басыңыз. Қазір басталып кетті. Одан кейін барып OK go деген ссылканы басып әрмен қарай жүріп кетесіздер. Ескеретін жағдай, құрметті әріптестер, тыңдап алыңыздар. Сіз бір сұраққа 15 сұрақ болады. Бірінші сұраққа жауап бергеннен кейін астында next деген тұрады. Басыңыз міндетті түрде. Сол кезде сіздердің қатысқан адамдардың тізімі тұрады. Next-ті екінші рет басыңыз. Содан кейін барып екінші сұрақ шығады.
сұрақты күтіп отырмаңыздар. Сосын мына нәрсеге асықпаңыздар. Біреу ерте кіріп қойды, сондықтан ол бірінші орында тұратын шығар, немесе мен кешіктірдім деп уайымдамаңыздар. Ең бастысы дұрыс жауап беріңіздер. Кейін кірсеңіздер де дұрыс жауап берсеңіз, бағана бірінші болып кіріп кеткендерден алға шығып кетесіз. Бұның ерекшелігі сонда. Сондықтан да қазір мен сіздердің кіріп және орындап шығуларыңызға бір қосылуымыз бар. 15 минут уақыт беремін. Сол 15 минутта 15 минут. Сол 15 минутта біз орындап шыққанымыз абзал. Содан кейін барып, сол уақытта, аяқталған уақытта, кім бірінші орында дұрыс жауап берген болса, біздің авторлығымыздағы өзіңіз біріңіз біліп, біріңіз білмейтін шығарсыздар, оқытудағы жаңа әдіс тәсілдер қоржынынан деген жинақ бар. Сол жинақты сіздерге сыйлыққа ұсынбақпын. Сондықтан да барлықтарыңыздан белсенді сұраймын. Зумда қала беріңіздер, бірақ Хахутқа қазір сілтемені жіберемін. Все, біз ұтып аламыз. Қайтадан айтып жібересіз бе? Ені? Қалай кіреміз Кахотқа? Қадамдарды айттыңыз ғой? Иә, сілтемені басыңызшы. Сілтемені басыңызшы. Сілтеме бастыңыз ба неден? Топқа сілтеме барып тұр ғой. Қаламқас? Видео WhatsApp-та ма? Иә. Иә, WhatsApp-та да бар, Telegram-да да бар. Сілтемені басыңыз. Басып тұр ма? Маржан, басып тұр ма? Маржан апай? Жоқ. Неге? Түсінбедім. Сілтеме, жүктемеп бердіңіз Кахутты. Аида? Телефонымызда Кахут тұр. Ары қарай не істейміз? Жаңа WhatsApp-қа жіберген сілтемені бассаңыз, Гүлнұр шығып жатыр ма? Қайда WhatsApp-та сілтеме? Менің телефоным шамалы, Кахут жүктелмейді. Жарайды, онда қазір біз сіздермен олар жұмыс істеп жатқан кезде басқа пікірлесе тұрамыз. Мені күтіңіз. Ал қалғандарыңыз қандай WhatsApp группаға ештеңеге? Телеграмға жіберді. Қосылмаған бізде ешқандай не Телеграм, не WhatsApp. Енді осы тұрғанда, құрметті әріптестер, Айғаным, Ұлшат, Шаке, Аида, П демеңіздер, Құдай үшін. Апайлар, қазір мен П деп қалай айтам? Не ғой, емтихан 10 минуттан кейін басылады дейді, күтеміз ба? Басалып кетті, жүре беріңіз. Жоқ, 10 минуттан Қандай кейін WhatsApp группа туралы айтып жатсыздар, ешқандай бізде WhatsApp. 9 минуттан кейін ашылады деп жазылып тұр. Иә, 9 минут. Апай, WhatsApp емес. Telegram группада, Telegram группа. Ол қайда, Telegram группа қайда? Алматы бел мұғалімдері Телеграмда да, WhatsApp группада да жоқ. Жоқ, біз не Телеграмда, не WhatsApp-та. Соны қараңыз, қазір Zoom-да чат деген бөлім. Мен мына Zoom чатына Телеграмның сілтемесін жібердім. Біздің группаның сілтемесі. Соған басып, чатқа тіркелсеңіздер болады. Сол жерде апайдың несі. Zoom-ның чатында тұр. Осы кезде бізде... Zoom-ның чатында сіз қашан жібердіңіз? Осы кезде 19 адам жұмыс істеп жатыр Кахутпен. Енді сіздер қатты уайымдамаңыздар. Енді барынша бір 20-30 адам кіруі мүмкін. Қалғандарымыз кіре алмасақ, басқа күндері кіреміз. Мен 24 сағатқа қойып қоямыз, сіздер кіре бересіздер. Уайымдамаңыздар. Бәрі 100% кіріп кету мүмкін емес. Солай емес па? Ма ағай? Батырманы басқаннан кейін шыға ма сұрақтары? Жоқ деген, е? 8 минуттан кейін қосылады деп жатыр. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, кім ретінде кіреміз? Сұрақ қалай болды? Не дедіңіз? Мұғалім ретінде кіреміз бе, оқушы ретінде? Өзіңіздің атыңыз жазасыз да кіре бересіз, оқушы мұғалім деген жоқ ол жерде. Бәрібір. Қандай беріңіз өзіңіздің қалағаныңыз? Фақат ағай, сіздің алған ссылкада не деп тұр ғой? Join group дей ма, сол ма? Telegram. Программға тіркейсіздер. Арыш апай, келесі бетін ашасыз ба слайдтың? Слайдтың ба? Жарайды.
есіміңізді жазып болғасын, сабмит деп атыңыз. Уайымдамаңыздар, әлі уақыттарыңыз бар. Сондықтан соңынан кіргенмен дұрыс жауап берсеңіз, бірінші орын алуыңыз мүмкін. 137 деген немене? Жоқ, ол былайша үлгі ғой. Мектепте жазылады, ат жазылады. Осы кезде 30 мұғалім кіріп жатыр. Ең соңынан Азамат кіріпсіз. Азамат, дұрыс жауап беріңіз. Дұрыс жауап беріңіздер. Мына жерде R деп нүкте қойған кім екен? R деп нүкте қойған кім? Кереметсіз сіз. Атыңыз толық жазғаныңызда ғой. Кешіріңіздер, мына жерде шектеу болып қалды, мен кіре алмай отырмын. Осы кезде 34 қатысушы Кахутта отыр екен, 40 жасап жатыр екен. Сондықтан да біздің де уақытымыз шамалы қалды. Бір 4-5 минуттай ғана уақытымыз қалды. Сондықтан, бізде былай дейді, бұл Кахут өте танымал, және де бұл жерде максимум адамдар уже қосылып қойды. Жарайды. Саны толып қалды деп жатыр. 100 адам кіру керек ме? Әзірге 34 адам тұр. Неге олай болып тұр екен? 97-100 адам тұр. 100 players деп тұр, аха. Жоқ, мен 100 адам кірген, бірақ әзірге 34-нің ғана маған несін көрсетіп тұрған ғой демек. Сізде әлі обновление болмай тұрған шығар, негізі 100 қатысушыға толып қойды. Болды онда. Енді біз барлығымыз 109 адам қатысып отырмыз. Дәл осы кезде соның 100-і кірсе, 9-ы кірмегендер неге қарай, зумға қарай, маған шығыңыздар, зумға қарай. Шамал пікірлесіп жіберейік 9 адаммен. Олар аяқтайын дегенше. Кім мысалға? Микрофоныңызды ашыңызшы. Кім зумға кіре алмады 9 кісі? Мен, Жұмабаева Жанаргүл. Жанаргүл, қостыңыз ба? Жанаргүл, қалай жағдайыңыз? Жанаргүл, қай мектеп? Саламатсыздар ма? Мен Атырау қыздар лицейі. Өте жақсы. Жанаргүл, бүгінгі вард моделін түсіндіргенім сізге жетімді болды ма? Өте тамаша болды. Сізге көп рахмет. Пайдалы болды ғой ең бастысы? Балдар кейде сол балдардың ерекшелігіне қарай тапсырма бере алмай жатамыз. Сол бір оқушылар болады, үндемей отырады, бірақ жаңағыдай тапсырма берген кезде жасайтын болып тұрған. Рахмет сізге. Сосын тағы да айтқым келгені, Жанаргүл, Қалдыгүл апай, қалайсыз? Гүлзинат, сізді де көріп отырмын. Аида, Маржан, барлығымыз бір қатарлас сияқтымыз, тәжірибелі мұғалімдер сияқтымыз. Мына нәрсені ескеру керек сияқты тағы да айтқым келгені. Мысалға біреулер визуал ғой, солардың тек мүмкіндіктерін пайдалана бермей, оларға керісінше әлсіз қабілетті дамытуға да тапсырма беру керек. Олар визуал екен деп, тек сол визуалдарға визуалдың ғана тапсырмасын береміз десек, қалған оның қозғалысы, логикасы дамымай қалуы мүмкін ғой. Сондықтан кей жағдайда визуал деп ойлаған баламызға кинестеттердің немесе дигиталдардың тапсырмасын әдейі беріп көрсек. Қалай ойлайсыздар? Солай дұрыс, сол кезде ол бір жағынан олардың әлсіз қабілеттерін дамыту жолында да жұмыс істеген абзал деп ойлаймын.
тамаша. Дұрыс айтасыз. Қалдыгүл апай, неше жыл тәжірибеңіз? Неше жыл жұмыс істеп жатсыз? Менде 15 жылдың несі болды, 100 болды, әлі 20 жылға толмады. 15 жылдан көбірек жыл несін деймін. Қай лицей? Міне, Жаңаөзен білім инновациясы. Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын, апайлар. Рахмет. Күшті. Рахмет сіздің түсіндіргеніңіз бойынша. Біраз өзіме керемет мәліметтер жинадым. Рахмет сізге көп. Рахмет. Сіздің де кері байланысыңыз рахмет. Бір-бірімізге осындай жақсы көңіл күй. Жаңа өкінішке орай колхозға кіре алмай отырмын, неге екенін білмеймін. Жарайды. Қоса алмадым соған. Қолымыз жетпей жатқан сияқты біздің. Ол сілтеме қала береді, ертеңге дейін кіріп көріңіздер, қатесімен жұмыс істеп көріңіздер. Мәселен, жаңа кітапты ала алмай қалатын. Сол, ой, осы кітапқа бір не қылып көрейін деп, сонша не қылып едім, қоса алмадым екен. Айша апай, тамаша. Сіздің сабағыңызды қолданғанмын. Махамбеттің Нарынқұм зауалы бойынша түсірген. Ой, рахмет. Қарағанды ер лицейінде танысқаныма қуаныштым. Бүгін сабағыңыз өте ойға қонарлық, тартымды болды. Бір сергітіп тастадыңыз. Жұмысқа деген бір бетбұрысымызды, зейінімізді. Маған өте ұнады. Мынаны қосып сотканы қайтадан етем дегенше үлгере алмай қалдым. 100 адамға толып қалды дейді. Жарайды. Егер бұл өзі республикадан шыққан кітап, жалпы ол жақтан басылымнан келіп жатса, қазір мен жазып аламын, осы кіре алмай қалған 9 мұғалімге беріп жіберуге тырысамын. Ура! Сатып алар еді ондай нәрселерді. Қайырлы болды, апай, рахмет. Кіре алмағанның өзіне. Қалдыгүл, жазшы. Қалдыгүл, Гүлзинат. Ақсәуле де кіре алмады, апай. Ақсәуле, көріп отырмын. Абылай деген ағай да кіре алмаған сияқты. Сөйлеп отырғандар кіріп Өскеменнен Еркежан апай кіре алмады. Қазір айтайын кімдер екенін. Кім деп тұр мінекей? Жанаргүл, Лаура, дұрыс па? Иә, дұрыс апай. Дидар ше? Жоқ, мен кірмедім. Кірмедіңіз, Дидарды жазайық. Сосын Қалдыгүл апай жазайық. Гүлнұр кірген жоқсыз ба не? Гүлнұр? Саламатсыздар ма? Дидар апай да кірген жоқ. Мұғалімдері Орманбекова Әсия, отырмыз жұмыстарыңызды. Рахмет сіздерге. Рахмет. Бұл жерде екі Дидар бар, Дидар ағай бар, Дидар апай бар. Айша апай? Қай Гүлнұрды айтып жатсыз? Гүлнұр, сізді айтып жатырмын. Мен кірдім апай. Жақсы. Тапсырдым. Меруерт кірдіңіз ба? Меруерт? Жоқ апай, кіре алмадым. Тек телеграм чатқа ғана қосылды. Кіре алмадым. Рахмет. Сізге рахмет. Өте керемет болды. Айша кіре алдыңыз ба? Айша апай? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, барлықтарыңызды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Нағиша апай, сізге үлкен рахмет. Сондай бір жақсы мотивация беретін оқу әдістемелік жұмысыңызбен таныстырып шықтыңыз. Біз Жамбыл облыстық дарынды балаларға арналған лицей интернаттың мұғалімдері, қазақ тілі пәнінің мұғалімдері мен Орманбекова Әсия, Айтбаева және Танаева Ардақ тыңдап қатысып, жаңа кахотымыздың жұмыстарын жасадық. Үлкен рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік сіздерге. Рахмет сіздерге де. Мынау келе жатқан жаңа оқу жылымыз барлығымызға құтты болсын. Сәтімен кірсін, абыроймен аяқтасын, ең бастысы деніміз сау болсын. Айналамыз аман, көңіліміз тыныш, балаларымыз бақытты, бауырларымыз бүтін болсын. Ең бастысы сол аманшылық пен денсаулық болса, барлығын бағындырамыз. Құрметті әріптестер, шаршамаңыздар. Сәттілік тілеймін барлығыңызға. Сонымен кахотты аяқтайық деп жатырмыз. Нәтиже білгіңіз келе ма? Нәтиже білгіңіз келе ма? Әрине. Қатыспасақ та. Мен орындай алмадым. Сонымен барлық сұраққа дұрыс жауап берген 14.025 ұпай алған әр нүкте деген қатысушы кім? Ал мойындаңыздар. Маған айттым. Әр нүкте кім? Нағиша апай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Перизатпын ғой, сіздің оқушыңыз. Перизат қайда? Экранға. П-ны. Әрді П деген екенсіз ғой.
бұрыннан сақталып қалған менде атым Кахутта. Керемет деп едіңіз, міне керемет нәтиже көрсетті. Қане, Перизат, мен экраннан көрмей тұрмын сізді. Әжібаева Перизат емес, апай, біздің оқушы. Ау. Әжібаева Перизат ау, иә? Иә, апай.